Сенаттың жалпы отырысында Қазақстанның кейбір заңнамалық актілеріне мемлекеттік жастар саясаты және әлеуметтік қамсыздандыру мәселелері бойынша өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы заң жобасы екі оқылымда қаралып, қабылданды. Құжатты депутаттарға ақпарат және қоғамдық даму министрі Дархан Қыдырәлі таныстырды. Біріншіден, заң жобасында төмендегі ұғымдарды заңнамалық тұрғыда бекіту ұсынылады. Жастардың даму индексі, уақытша жұмысқа орналаспаған жастар, жастармен жұмыс жөніндегі маман, жастардың еңбек жасақтары. Сондай-ақ құжат аясында жастар ұғымының жас шегін 29-дан 35 жасқа дейін ұлғайту жөнінде түзету енгізілді. Бұл жастардың әлеуметтік белсенділігін арттыруға әсер етеді, деді министр. Екіншіден, заңнамада жастарға тұрғын үйді жеңілдікпен жалға беру жөніндегі бағдарламаны әзірлеу және іске асыру бойынша жергілікті атқарушы органдардың құзыретін кеңейтуге бағытталған түзетулер көзделген. Сонымен қатар, президенттің 2022 жылдың 1 қыркүйегіндегі Қазақстан халқына жолдауын іске асыру үшін заң жобасы аясында әлеуметтік блокты шешетін төмендегідей түзетулер енгізілді. Бала күтіміне байланысты жәрдемақыны бала 1,5 жасқа жеткенше төлеу. Ең төмен базалық зейнетақы мөлшерін ең төмен күнкөріс деңгейінен 70%-ға дейін, ең жоғары базалық зейнетақы мөлшерін 120%-ға дейін жеткізу. Әйелдердің зейнетке шығу жасын 2028 жылға дейін 61 жас деп бекіту.